Восточный танцияға арналған көйлек тігетін боламыз. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге шебер перизат. Каналыма қош келдіңіздер, каналыма тіркеліп алыңыздар. Ал біз сіздермен дәл осындай көйлекті қалай тігу, костюмді қалай тігетін боламыз, сол туралы айтамыз. Ең алдыменен біз осындай модельдеп алдық. Ашық-шашық болмайды, кішкене жабықтау болады. Қолданған матамыз осындай пайетка. Бұны базардан метр 1000 теңгеден алдым, 2 метр. Кішкене қалды. Және де атлас матасын алдым. Атлас матасы шалбарға қолданылмайды, сондықтан одан 1 метр жеткілікті. Және де өздеріңізге керекті, беліне керек болады, жеңіне керек болады, соларды өлшеп, резина қажет. Және де сән үшін сықырлақтар. Сықырлақты мен 1 метр алдым, онда 1000 теңгеден. Жалпы менде 4,5 мыңдай шығын кетті. Ал лекаласына келетін болсақ, лекаласын мен өзім дайындаған болатынмын. Дәл осы бір лекаланы дайындап алып, мен қызыма 4-5 көйлек тігіп алдым. Сондықтан егерде осындай лекала дайындауды қаласаңыздар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Өйткені кішкентай балдардың қалай өлшем алу керек, және де қалай лекала дайындау керек, сол туралы сабақ дайындап жатырмын. Бұйырса, ол да сіздерге тегін доступный болатын болады. Ал енді матамызды бірінші астарынан бастаймыз. Сол үшін атласымызды екіге бүктеп алып, осылай арқа жағын, яғни ізгип болады арқа жағында. Арқасынан бастап, алдыңғы бой мен артқы бойдың лекаласын бірдей етіп қоямыз. Әдетте екеуін екі бөлек пішіп алады. Сөйтіп, соңынан жан тігісін қоса қояды. Бұл енді биге арналған костюм болғандықтан мен екеуін қосып жібердім. Цельный етіп пішіп алатынымыз. Қазір тігістеріне 1 сантиметр қалдырсаңыздар жеткілікті. Және де бізде бұл көйлегіміздің, яғни үстіңгі жағы алды айқасып, арқасынан баумен байланатын болады. Менің көйлегімде қаласаңыздар, сіздер бірден арқасына дейін байланатын етіп, ұзын етіп алсаңыздар болады. Ол кезде бүкіл осы біздің лекалымызды өлшеп аласыздар. Ал қаласаңыздар, тек қана жан тігісіне ғана дейін ғана созып, ары қарай тек бау жалғасаңыздар болады. Мен қазір осы екінші әдісті қолданатын боламын. Ол үшін алдыңғы бойдың осылай енін өлшеп алып, соны алға қарай соза қоям. Сөйтемін, мынау мойын ойындысы бар, алдыңғы бойдың, содан төмен қарай үш бұрыш тәрізді етіп, төмен қарай төмен түсіріп, матаның өзінде бірден пішіп ала беретін боламын. Егер бірінші рет осыны көріп тұрып жасайын деп жатқан қыздар болса, бірінші сіздерге айтатын кеңесім, бір шыт матасына дәл осы лекаланы дайындап алып, соны тігіп көріңіздер, соны кейін қыздарыңызға кигізіп көріп, егерде барлығы жақсы болса, кейін ары қарай негізгі осы маталарыңыздан тіксеңіздер болады. Мінекей, тек жан тігісіне дейін ғана создым. Көрдіңіздер ғой. Енді матамызды екіге бүктеп, яғни жылтырақ сыртқы пайетка матамызды, жаңағы атласымызды, астарымызды соның үстіне қоямыз да, дәл соның бойымен пайетканы қиып алатын боламыз. Ал қалған кусок маталарды беліне жалғауға қолдансақ та болады. Енді белдіктің баудың ұзындығын өздеріңіз қалайсыздар. Мен тек арқасына байланып тұрса жеткілікті болды. Сондықтан қатты ұзын бау алған жоқпын. Үсті дайын болған екен, жеңін пішіп алсақ болады. Ол үшін де матамызды екіге бүктеп, осы өзіміздің жеңімізді қиып аламыз. Не үшін? Себебі бұл бізде модель деп жатырмыз қазір. Жеңі иық жағы көтеріліп, ісіп, фонарик сияқты әдемі болып көріну үшін, және де жеңінің үш жақтары көбірек бүрме болу үшін біз осылай жеңіміздің лекаласын қиып аламыз. Сол кезде бізде бүрмеге көбірек орын қалатын болады. Қазір жеңін қондырып жатқан кезде ол тағы да түсінікті болады. Ал енді жаңағы айтқанымдай, негізгі өзінің шалбарын қолдана отырып, матамызды осылай екіге бүктеп, шалбардың бойыменен бірден матаға қойып пішіп ала берсек болады. Ешқандай лекала қажет емес. Асты жағына тігіске 4-5 сантиметр, мүмкін одан ұзын етіп қалдыруға болады, және де жанына 10 сантиметр қалдырдым бүктемесіне. Себебі
Бұл шалбарда бізде өте кең болып, штаны жаңағыдай султанка болып тұру керек. Сонда эффект беру үшін барынша кеңдеу етіп ала береміз. Бар жоғы 1-2 тігіспен қазір шалбарды да тігіп тастаймыз. Ол үшін ең алдымен балақ жақтарына қараймыз. Бірінші үстінен бастайық. Ол үшін әдетте біз иықтан бастап тігетін едік қой. Бұл жолы иықтан емес, мойын ойындысын астымен, яғни астар мен үстіңгі матаны қосып тігіп алатын боламыз. Осылай тігісіне 1 см қалдырып тігіп алғаннан кейін тігіске дейін 0,1 мм қалдыра отырып қиып аламыз. Өйткені дәл осылай қиғаш насечкалар бермесеңіздер, оң жағын аударған кезде біздің мойын ойындымыз әдемі көрінбей қалатын болады. Бұл ережені постоянно естеріңізде сақтаңыздар. Мойын ойындысын тіккен кезде міндетті түрде осындай қиғаш, яғни қайшымен қию керек, тігіске жеткізбей. Енді екі алдын, яғни айқасып тұратын жерін асты мен үстін қосып тігіп аламыз, жаңа мойынды сияқты. Содан кейін барып астыңғы жағын тігіп аламыз. Мінекей, оң жағын аударған кезде бізде астары мен үсті дерлік дайын болып тұр. Тігістерді бірден жатқызып тігіп алсаңыздар болады. Бұл әрі қарай жұмыстарыңызды жеңілдетеді. Әр тігісті тігіп отырған жұмыстарыңыздың жеңіл болуына себепші болады. Қыздар, енді өте мұқият қараңыздар. Иықтарын қосатын боламыз. Иығын қосатын кезде осындай тігістерді бір-біріне дәл келтіріп, астар мен астарды және де жылтырақ матамыз бен жылтырақ матамызды бір-біріне қоса отырып тігіп аламыз. Және де тігістер ары бері жылжып кетпеуіне мән береміз. Инемен бекітіп қойсаңыздар бекітіп алуға болады, өйткені сол кезде тігістер ары бері жылжып кетпейді. Артық жерлері болатын болса қиып алып тастаңыздар. Енді алдыңғы жаңағы тұсына жан тігісінде, яғни айқасатын бауымызды тігетін боламыз. Ол үшін дәл осылай тесік қалды. Сол жерге бауымызды орналастырып тігіп аламыз. Және де артық жерлерін қиып тастаймыз. Енді оң жағын аударған кезде осындай болып шығады. Енді жеңіне кірісетін боламыз. Жеңін енді осындай тігістерін қосып алып, екі жан тігісін оң жағына аударып, негізгі көйлегімізді үстіңгі бойды теріс жағынан осылай орналастырып аламыз. Жан тігісінің тұсынан жеңіміздің жан тігісін қосып, иығындағы ең биік нүктесін иық сызығымен бекітіп аламыз. Осылай негізгі жерлерін орналастырып алғаннан кейін бүрмесін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша орналастыра берсеңіздер болады. Мінекей ең биік төбесі мына жеңіміздің соны иық сызығымен бекітіп аламыз да, сол жердің жанынан барлығынан артық маталарды, яғни жаңағы сборкаға қалған матамыздың барлығын сборка жасап, осылай иығымыздан көтеріліп тұратындай етіп жасаймыз. Жалпы қыздар, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша иығын көтере беруіңізге болады, бірақ та мен тек сол төбесінде ғана көтеріп тұрғанын қалағандықтан солай жасадым. Енді жеңіне манжет тігетін боламыз. Қаласаңыздар өзін қайырып резина тіксеңіздер де болады. Мен тек жаңадай әдемірек болсын деп манжет тіктім. Бұны қазір мен балақта тіккен кезде толығырақ көрсететін боламын. Өйткені балағы, жеңі және де шалбардың белдігі барлығы бір әдіспен тігіледі. Шалбарды ең алдымен осы аяқ жағындағы тігісін тігіп аламыз. Мінекей, осы тігістерді қосып алғаннан кейін барып үсті жағын, яғни
екі балақты бір-бірімен тігістерін бір-біріне келтіріп, түйістіріп, сол жерді жаңағыдай инемен бекітіп алсаңыздар да болады. Бірден көктеп кигізіп көріп, примерка жасап, одан кейін барып тіксеңіздер де болады. Жалпы дәл осындай үйге арналған шалбар тігуге арналған менің каналымда видео бар, соны көріп алсаңыздар болады. Сөйтіп балдарыңызға өздерінің киіп жүрген кез келген пижамасы бойынша пижама немесе үйге киюге арналған осындай шалбарлар тігіп бере берсеңіздер болады. Тігілуі өте оп-оңай. Үлкендерге де пижама тігуге болады сол әдіспенен. Енді қыздар мән беріңіздер. Біздің шалбарымыздың кеңдігі қанша болады, манжеті де дәл сонша алыңыздар. Өйткені біз манжеттің ортасына резина тігетін боламыз, және де беліне де дәл солай. Тек тігіске ғана 1 см қалдырып, осылай пішіп аламыз да. Ұзындығын 10 см етіп алдым. Енін соны бүктеген кезімізде 5 см болады. Ол біздің белімізге жарайды. Тек астына ғана мен кішкене ұзындығы 13 см етіп алдым. Өйткені ол төмен қарай кішкене салбырап, жаңағыдай әдемі болып тұру үшін солай жасадым. Тігістерін тігіп аламыз, және де оң жағына қайырып, екіге бүктейміз. Осылай екіге бүктеп алып, балағымызға бірінші екі шетін және де 4 жағынан осылай инелермен бекітіп алып, бір тігіс жүргіземіз. Қаласаңыздар, оверлоктасаңыздар да болады. Мінекей, балақтарын тігіп алдық. Беліне тігіп алдық. Енді резина өткізетін боламыз. Резинаны өздеріңізге қалаған өлшемдеріңіз алсаңыздар болады. Яғни баланың белі қанша сантиметр, содан бір 2-3 сантиметр қысқа етіп алсаңыздар да жарайды. Және де аяғын тобық тұсын өлшеп, қолын білезік тұсын өлшеп, осындай резиналарды қиып аласыздар да, соны осы манжетіміздің ішіне кіргіземіз. Ол үшін жаңағы екі матамызды бүктеген қосқан жерімізді кішкене сөгіп алып, резина өтетіндей. Сол саңлаудан резинамызды өткізіп, кейін қайтадан қолмен көрінбейтін тігіс жасап тігіп тастаймыз. Қаласаңыздар, бірден машинкада резинамен қосып тігіп тастасаңыздар болады. Ол одан да жақсы, резина ары бері жылжып кетпейді, айналып кетпеуін бекітіп қойсаңыздар болады. Мінекей, шалбарымыздың белі дайын. Енді осы жерді қолмен тігіп ала саламыз. Жеңіне және де балақтарына да дәл осы процесс қайталанатын болады. Енді ең соңғы штрих, біз сықырлақтарымызды орналастырамыз. Беліне керекті өлшемімізді алып, белінің осындай екі шетінен бекітіп аламыз. Қыздар, видео ұнаса, каналымды лайк басыңыздар, видеоға лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қонақ болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бұдан да алдағы уақытта жақсы, пайдалы видеоларды жіберіп алмау үшін. Ал енді сықырлағымыздан кішкене қалып кетті. Сол жерді мен алдына осылай сән ретінде қосып қойдым. Осымен біздің восточный биге арналған костюміміз дайын, өте оп-оңай.
барлығы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін баршаңызға мың алғыс. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Және де каналыма міндетті түрде тіркеліп, мені қолдап, лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізбен бөліссеңіздер, өте қатты қуанып қалған болатын едім. Егер тігіп жатсаңыздар, мені инстаграмда шебер перизат деп белгілеуді ұмытпаңыздар. Өзім парақшамда бөлісетін боламын. Баршаңызға Алла амандық берсін. Келесі видеоларда аман саулықта кездескенше сау болыңыздар.